Ассаламу алейкум баршаңызға, ханымдар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай аяқ киім тоқитын боламыз. Бұл үшін бізге табан керек. Табан менде 39 размер, 38-ге, 37-ге келеді. 1-2 размер маламерек етеді. Және шелковый жібіміз, шелковый жіп 2 моток аласыздар. Менде еще гүлге кетеді. Бұл аяқ киімге мен сіздерге суретін көрсеткен болатын. Көк суреті болған, темно-синий. Ол жерде гүлімен тұр. Біз әлі ол гүлін бұны аяқтап бірге тоқитын боламыз. Және маркер керек, қайшы керек, крючок. Мен бірінші 1/3 деген жағымен тоқимын. Осы жақпен тоқимын. Сол қазірше осы. Ал енді бисмилля деп бастайық. Как обычно. Еще спички немесе зажигалка керек болады. Жібіміздің ұшын күйдіріп отырғанға, иә. Осы жерден 4 қалдырамыз. Менде енді мына екінші аяқ киімді уже тоқып қойғандықтан негізінде баршаңызға кеңес беремін. Бірге отырып, бірге екеуін тоқуды. Мен енді осы аяқ киімменде 4 саусағым менде мына тұрған неменде өлшем. Менде мына жерде бір қатар тағы безнакида уже тоқылған. Соны алып тастағанда осы жерден бастап тоқи беремін. Қыздар жіптің ұшын мен күйдірілмеген екен. Мен қазір күйдіріп келейін. Өзімде жаңағы не жоқ. Барып күйдіріп жүрмін қазір. Мінеке жібіміздің ұшын күйдіріп алдық. Енді осы аяқ киімдегі жаңағы өзіміз өлшеген жердегі петляға крючокты кіргіземіз. Одан жіпті крючокқа ілеміз. Іліп алдық. Енді осы жіпті тартып шығарамыз. Жарыға сияқты тұрма. Міне жіпті тартып шығардық. Енді мына ұшын осылай ұстап отырып бірге тоқимыз. Енді осы жерден тағы да бір воздушный жіп іліп шығарам мына. Енді мына жақты тартсақ болады. Мінеке алғашқы петлямыз дайын. Енді мен уже келесі табандағы тұрған келесі ұзын жіпке қарай крючокты кіргізем. Жіпті тартып шығарам. 2 жіп болады, 2 жіптен 1 жіп шығарам. Тура осы жерге тағы тоқим. 2 жіп болады, 2 жіптен 1 жіп. Тағы осы жерге 3-ші рет кіргізем. 2 жіп. Тартып шығардым. 2 жіп. Енді осы 2 жіптен 1 жіп шығарам. Енді келесі ұзын тұрған петляға кіргізем жібімді. 2 болады, 2-ден 1. Жіпті тартып шығардым. 2-ден 1. 3-ші рет осы жерге кіргіздім. Жіпті тартып шығардым. 2-ден 1. Келесісіне кіргізем енді. 3-ші тұрған ұзын жіпке. Каждый ұзын тұрған жіпке 3-ден тоқыдым. Енді кейбір қысқалау жерлері болса, ол жерге 2 тоқып жүрсеңіз де болады. Мына жерлерде қысқа жіптер бар, иә. Сол жерлерге 2-ден тоқып жүрсеңіз де болады. Егер бәрі бір келкі болсын десеңіз, бәріне 3-ден тоқсаңыз да болады. Мінеке, осылай каждый петляға ұшын қосып, тоқып, оны жасырып жібереміз. Каждый петляға осылай тоқимыз. 3 реттен. Осылай бас жағынан 2 немесе 1 қалғанға дейін сізге аузы узкий керек болса 1 қалдырсаңыз болады, ашықтау керек болса 2 қалдырсаңыз болады. Мен мына жерде 2-ге кішкене жетпей қалдырыппын. Мен бірақ енді осы бірінші аяқ киіммен салыстырып отырып тоқитын болам. Өйткені екеуі бірдей болуы керек. Осылай осы басына дейін келеміз, мына жаққа дейін. Міне қыздар, мен басына дейін тоқып келдім. Былай қараймын, екеуі түзу. Мына жақтан да, мына жақтан да
түзу болды. Енді екінші қатарды тоқимыз. Міне мен соңғысына дейін тоқып келдім. Енді бір воздушный петля іліп алам. Мінекей. Табанды айналдырам. Кәдімгі бірінші петлядан бастап, осы тоқыған жеріміздегі бірінші тесігінен бастап, келесі қатарға тоқи береміз. Міне петляға кіргіземіз. Кіргіздік. Екеуден біреу. Былай мына жағынан қарасаңыздар, кәдімгідей тесік болып тұрады. Сол тесігіне кіргізесіз. Үстінен қарасаңыз, мынандай капля сияқты болып тұрады, петля. Осы екі жіптің де астынан кіргіземіз. Үстінен де, астынан да қай жағынан қарап тоқыған ыңғайлы сізге. Маған өзіме мына жақтан қарап тоққан ыңғайлы. Енді сіздер барынша тартып, қысып тоқыңыздар. Осылай соңына дейін келеміз былай қарай. Екінші қатарды аяқтап. Қыздар, міне мен соңғы петляға келдім. Соңғы петляны тоқимын. Тағы да міне бір воздушный петля іліп алам. Табанымды айналдырам. И былай қарай үшінші қатарды тоқим. Тағы да мына жаққа дейін тоқып келемін. Бір воздушный петля ілем де төртінші қатарды тоқып, сонымен жіпті үземін де екінші жағынан да дәл осылай борт тоқимыз. Енді екінші жағынан сіздерде узоры дәл осы жақтағыдай болсын десеңіз, мына бастан бастап алып, былай тоқисыздар да, бір воздушный петля іліп қайтасыздар, бір воздушный петля іліп былай қайтасыздар, бір воздушный петля іліп былай қайтып, жіпті үзбей, сол жерде ары қарай тоқимыз. Ары қарайын көрсетем. Осылай төрт қатар осы жаннан да, осы жаннан да өзіміз тоқып келеміз. Борты деп айталады, бұл бортын тоқимыз өзіміз. Қыздар, міне екі жағында бортын тоқып келдім, кәдімгі без накидамен барам, қайтам. Каждый қайтқан сайын бір воздушный петля теріп алам да, табанды айналдырып қайтам, бір воздушный теремде қайтам. Солай төрт қатар бітірдім. Мына жақтан бастағанда, мына жағынан бастадым. Жоға жақтан бастадым, бардым, бір воздушный петля тердім, қайттым, бір воздушный петля тердім, қайттан бардым, бір воздушный теріп табанды айналдырып, қайтадан қайтып келіп, төрт қатар тоқыдым. Екі жақтан да төрт қатар тоқимыз бортта. Мінекей бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар. Төрт қатар. Енді менде 39 размер, 39-ға мен бұл енді маламер еткендіктен 38-ге, 37-ге келеді, сондықтан 18 воздушный петля теріп алам осы жерде. Менде бұрыннан курсыма қатысатын қатысушыларда қай размерге қанша петля теретіні туралы ақпарат бар. Егер сіздер жаңадан араларыңызда қосылып жатқандар болса, білмейтіндеріңіз болса, WhatsApp группаға жазсаңыздар, ол жаңағы қай размерге қанша петля теру керек жөніндегі жазып қойған нені жіберем сіздерге. Соған қарап өздеріңіз қай размерге тоқып жатсыздар, сол петляны тересіздер. Міне мен енді 18 петля терем. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бұл бізде таза тоқылатын 18 петля. Енді тағы да бір петля қосып алам. Ол менде мына екінші жағына жалғау үшін керек болатын петля. Бұл петляға тоқымаймыз кейін, тек бұл жалғап тұру үшін ғана. Тоқитын петлямыз таза 18 петля. Міне енді жіпті тартып аламыз. Міне үстіміз, бортымыз жалғанды. Так, мына жіпті мен мына жағына қарай өткізіп жасайын. Енді міне тағы да осы жерден мына жердегі бір борттағы бірінші петляға
крючокты кіргізіп тартып шығардым, иә. Енді осы жерден бір воздушный петля теремін. И келесі петляға, бұл енді бізде басы болғандықтан, иә, қазір біз алғашқы қатарды тоқимыз. Аяқ киіміміздің тұмсығы алдыға қарай еңкейіп кетпеу үшін біз мына жерден петля қалдырып кетеміз. Мінекей. Мына жерде мен уже петляны шығардым. Келесі петляға тек қана соединительный петля жасаймын. Мінекей. Осылай. Тек қана шығарып алам. Одан кейінгі петляға шығарып тоқимын. Мына менде теріс болып қалды. Мінекей. Теріс болып қалды. Бұлай оңғаратып алам. Кетеді. Ой, білмейміз. Мінекей, бірінші петлямызды енді бір петля, екі петля. Сіздерге көрінеді ғой, мына мен екінші шетіне тоқып жатырмын. Петлямыздың өзі екі жақ несі бар. Соның бір ғана шетіне тоқып жатырмын. Осылай 18 петляны тоқып аламыз. Кәдімгі без накида бортты тоқығандай 18 петля тоқимыз. Міне мен 18 петля тоқыдым. Енді мына жақ бортымыздан да бір петляны қалдырамыз. Мінекей, мына жер біздің жаңағы воздушный петля терген тесігіміз, петлямыз, бұны саналмайды. Біреуін қалдырам одан кейінгісіне не істеймін? Соединительныймен жалғаймын. Біреуін тастау обязательно керек, өйткені мына аяқ киіміміздің алды тұмсығы еңкейіп қалмау үшін, мінекей, біріншісіне соединительный петля, жоқ, кәдімгі без накида. Без накидамен аяқтаймын. Кейінгісін соединительный жасаймын. Кейінгісіне соединительный жасаймын. Енді табанымды айналдырамда, бірінші тесікке тоқымаймын. Соединительный жасағандыкін тоқымаймын, жүкпен жауып қоям. Содан кейінгіге без накида тоқимын. Бітіп, қайтамыз артқа қарай. Ендігі қатарларда бір петля қалдырмай нетпейміз, каждый петляға уже тоқимыз. Бізге тек бірінші қатарда ғана бір петля тастаймыз. Осылай соңына дейін, мына жаққа дейін тоқып келеміз. Мінекей мен тоқып келдім, соңғы петля. Және борттағы петляға да, борттағы келесі петляға без накидамен бекітемін. Келесісіне соединительный жасаймын. Табанымды айналдырам, жібімді мына жағынан қалдырам. Мінекей. Енді біздер не жасауымыз керек? Узорын, үстіндегі узорын жасаймыз. Мына тұрған біріншісіне тоқымаймыз, ол бізде соединительный петля. Одан кейінгісіне без накида тоқимын. Біріншісіне без накида. Екіншісіне кәдімгі араның ұясы деген узор бар ғой. Соны тоқимыз. Мына петляға емес, бүткіл негізі дейді ғой. Тоқыған алдыңғы қатардағы соның астынан аламыз. Сіздер уже бұл узорды білесіздер. Енді тек осыны біз аяқ киімнің үстінде тоқимыз, өкшелейміз. Мінекей, мынау бізде петлямыз, бұл жерге тоқымаймыз. Мынау тұрған осы петля жасаған негізінің астынан кіргіземіз. Енді кәдімгі келесісін үстіндегі кәдімгі петляға тоқимыз. Міне ендігісін негізінің астынан аламыз. Мына бізде петлясы, соңына негізінің астынан.
келесісін петляға тоқимыз. Үстінен, мынаны астынан тоқимыз. Мынаны үстінен, мынаны астынан. То есть бұдағы узорымыз осы араның ұясы узоры. Кейін бұның үстінен тағы еще біз гүл тоқимыз. Оны отдельно бір сабақ етіп бөлек салам. Қазірше тек аяқ киімді тоқып аламыз. Енді осылай каждый қатар бір петлядан қосылып отырады. Былай барғанда бір петля, былай барғанда бір петля қосылып отырады. Соны мінекей осылай қазір бір қатар көрсетем. Астынан. Енді бортымыздағы неге без накидамен бекітемін. Ендігісін соединительный петля. Бұл қайтатын қатардың подъем ретінде. Мінекей енді қайтқан кезде мына бірінші соединительный петля жасағанды тоқымаймыз. Оны жіппен жауып қоямын. Содан кейінгі петлядан бастап тоқимын. Бұл жақта тек қана без накида тоқып барамын. Тек қана каждый петляға бір-бірден без накида тоқимын. Тез тоқылады, қыздар. Көп уақыт алмайды. Аяқ киім еще жеңіл. Әппақ әдемі болып шығады. Осылай без накидамен соңына дейін келеміз. Мен келдім соңына, соңғы петля. Соңғы петля. Барынша тартып қысып тоқыңыздар, қыздар. Мына келесі борттағы келесі петляға без накидамен бекітемін. Аяқ киімдеріңіз бос болып қалмау үшін келесіне соединительный петля жасаймын. Тартып қысып тоқсаңыздар, аяқ киімдеріңіз қатты болып, әдемі болып шығады. Ендігісінде уже араның ұясы несін жасаймыз. Мына жерді қалдырам, мен бұл жерге тоқымаймын, мынаған бастап тоқып бастаймын. Соединительный жасаған жерді тоқымаймыз. Уже без накида жасаған жердің бәріне тоқимыз. Біріншісін жай ғана тоқып алдым. Келесін мына ненің астынан алам. Негізінің астынан алам. Келесін үстінен тоқимын. Келесін астынан тоқимын. Осылай өте оңай, қатты қиын ештеңкесі жоқ. Барынша тартып, тоқып жасайсыздар. Мінекей астынан аның, келесінің үстінен. Мінекей осындай араның ұясы деген узорымыз шығып жатыр. Осылай тоқимыз. Üstünün келесінің астынан тоқимын. Енді борттағы бос тұрған келесі петляға без накидамен бекітем. Келесі қаттарға
соединительный жасаймын. Қайтадан табанымды айналдырам. Мына бірінші соединительный жасаған петляны мынаны жауып тастаймын. Мына без накида тоқыған жерге тоқып бастаймын кәдімгі без накиданы. Былай қайтқан кезде үнемі тек қана без накидамен үстінен оң жақпен қайтқан кезде араның ұясы узорын жасаймыз. Бәріңізге түсінікті деп ойлаймын, өйткені сіздер басқа аяқ киімдерде бұл араның ұясы деген узорды жасап жүрсіздер өкше тоққан кезде. Сондықтан енді осыны осылай тоқимыз да соңына дейін келеміз. Қыздар, мына соңғы петля тоқимын. Енді келесі тұрған борттағы бос петляға соединительныймен то есть без накидамен бекітем. Келесі қатарға мен соединительныймен жалғаймын. Жібімді астынан жіберем. Үстінен жіберсеңіз де болады. Маған мына петляларды көрсету үшін астынан жіберем. Мына соединительный жасаған тоқымаймын. Мына без накида тоқыған жерге тоқимын. Жіптеріміз бос болып қалмау керек. Мынаны астынан тоқимын. Мынаны үстінен тоқимын келесі петляны. Келесі петляны астынан тоқимын. Келесі петляны үстінен. Келесі петляны астынан. Одан кейінгісін үстінен кезектестіріп асты үсті тоқимыз. Қыздар, енді сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай өздеріңіз тоқисыздар, иә. Қанша қатарға дейін, например, қазір бізде мына узормен, міне ұзын узорларымен, араның ұясы деген узормен 3 қатар болды уже. Иә, мінекей 1, 2, 3 қатар болды. Осы 8 қатар болғанға дейін өзіміз тоқып келеміз, иә. Ары қарай тағы көрсетемін. Қыздар, міне мен 8 қатар тоқып алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар, иә. Және менде мына жерде общий 35 петля болды. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Соңғына мен 35 петля болды. Мен екі жағынан 12 петля қалдырам. Мінекей. Яғни менде ортада 10 петля белгілеп алуым керек. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петля қалдырдым. Енді мына жаққа қарай 10 петля санайым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мен мына жерге дейін қазір осы аралықты ортасын тоқитын болам. Екінші жерге менде маркер жоқ екен. Ары қарайғысын санап көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Бір-екі петля немейді разницасын. Енді бізге мына ортадағы ашық тұрған тесігін жасау керек. 8 қатар тоқыдық. Петлямызды санадық. Оны бөліп алдық ортадан 10 петлясын. Енді бізге мына борттан қалауларыңызша, өздеріңіз білесіздер, тесікті қанша қалдыру керек екенін. Мен 7 петля қалдырдым. 8 қалдырсаңыз да болады, 9 қалдырсаңыз да болады, или 7-ден аз қалдырсаңыз да болады. Мінекей біреу, екеу, 7 петляны соединительный петлямен тастап кетем. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Мінекей 7 петля қалдырдым.
қолымның зеленкасына мән бермеңіздер. Балам аяғын жаралап жаңа зеленка жағып алдым. Мінекей, мына бірінші аяқ киімде де 7 петля қалған менде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петля. Мына жақтан да солай 7 петля жүріп өткенмін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осы жерден жоғарыға қарай сіздерге терген петлямды санап көрсетейін енді. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петля теріп алам. Воздушный петля. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді маркер тұрған жерден бастап біз тур ортасын тауып алдық. Енді ортасынан осы 10 петляны тоқимын. Маркерді алам. Кәдімгі без накидамен тоқимын. Міне 14 петля теріп алдым. Бөліп алған жерге күртшекті кіргіздім, жіпті тартып шығардым. Кәдімгі без накида тоқимыз бұл жерге де. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петля тоқыдым. Енді қайтадан 14 петля воздушный іліп алам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді мына жақтан да 7 петля қалдырам. Мінекей, борттан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қалдырам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-шісіне бекітем. Енді келесіне соединительный петля жасап, турбаны басында бастағандағыдай қайтадан без накидаларды тоқып жалғастыра береміз. Ой, мамочки. Мына жердегі бірінші петляға бір жақ шетіне ғана тоқимыз, қыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ой, шешіліп кетті. Суылып кетті. 13, 14. Енді ары қарай мына жердегі каждый петляға тоқимыз 10-не. Осылай осы 10 петляны тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8 9 10. Енді ары қарай мына петляларға тоқып шығамыз. Бір шеттеріне ғана, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 9 10 11 12 13. Bir петля жетпей қалды. Мына бір жерден тағы бір тоқып жіберем. 14 негізі. Енді мынау бортқа бекітеміз. Как обычно ары қарай жалғастырамыз. Мына жерден соединительный жасаймыз енді. Табанымызды айналдырамыз. Соединительный жасаған петляны жауып тастап, артқа қарай без накида тоқимыз. Сізде енді прямо четко екеуі бірдей болу керек десеңіз, каждый жерде, каждый петляны санап отырсаңыз болады. Самый главный, басындағы петля сандары бірдей болса, дальше де бірдей жүреді. Егер өзіңізде екі түрлі жасап қоям деген сенімсіздік болса, санап отырсаңыз болады бәрін. Осылай кері қайтамыз енді. Дәл ары қарай үстіндегі узорды жасап тоқи береміз. Мінекей мен тоқып болдым. Бортқа бекітем без накидамен. Кейінгіге соединительный жасаймын. Астынан жіберемін де. Кәдімгі өзіміздің, біріншісін тоқымаймын, ол біздің соединительный жасаған жеріміз. Одан кейінгіге без накида, ары қарай өзі кәдімгі араның ұясы деген узорымызды тоқимыз. Бірін астына, бірін үстіне. Бірін астына, бірін үстіне. Енді астынан, енді үстінен. Енді астынан, енді үстінен. Осылай. Осылай мына жағын қатарынан қалған қатар қанша болады сізде, соны тоқисыз да. Ал уже бірінші аяғын тоқып қойған болсаңыз, сонымен туры бірдей қылып тоқисыз. Біріншісінде қанша қатар болды, соны тоқисыз. Сосын айтатын жағдай, мына жерде біз ары бері жүрген сайын, тоқыған сайын, мына қатарға тоқыған сайын петля санымыз көбейеді. Мына объемымыз, подъемы дейді ғой, сол көтеріле береді. Сол сіз өзіңіз ары тоқып отырған кезде, егер өзіңізге тоқып атсаңыз, қарайсыз, қай жерде сізде уже нормально, уже ары қарай қоспай тоқыса болады. Соны қарайсыз да, ары қарай қоспай тоқисыз петля санын. Ал егер ары қарай қосып тоқи беру керек болса, дәл осылай жалғастыра бересіз. Сол айтатын жай. Ал егер клиентке тоқитын болсаңыздар, осылай, дәл осылай, бір 4 қатарын, мынандай узормен 4 қатар тоқисыздар. Содан ары қарай уже қоспай тоқисыздар. Қазір мен тағы 4 қатар тоқимын.
мынандай араның узорымен 4 қатар болған кезде ары қарай петля қоспай тоқуды көрсетемін. Ханымдар, міне мен 6 қатар тоқыдым. Менде 4 емес 6 қатар екен. Мінекей қазір санап көрсетемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар. Өзімнің аяғыма киіп көргендегі мына подъемның керек болған жері осы 6 қатар болды. Осыған дейін тоқыдым. Енді ары қарай петля қоспай тоқимыз. Қазір міне соңғы борттағы петляға келіп без накидамен бекіттім. Мына жерде, Енді келесісіне соединительный жасаймын. Артқа қарай қайту үшін маған соединительный қажет. Енді міне табанымды айналдырдым. Соединительный жасаған петляны жіппен жауып тастаймын. Оны тоқымаймыз. Және одан кейінгі без накида тоқыдық қой. Ол петляны да тоқымаймыз. Одан кейінгі петляға кіріп бірақ тоқимыз. Бізге өйткені петля санын қосудың ары қарай керек жоқ. Осы петля саны жеткілікті болып тұр. Бұлай. Осылай қайтамыз енді. Сіздерге көрінді ма? Мінекей соединительный петля жасап алдық. Мына соединительный петля жасаған жерді жіппен жауып тастаймыз. Одан кейінгі без накидамен бекіттік қой біз жаңа алдыңғы қатарда. Ол петляны тоқымаймыз, қалдырып кетеміз. Одан кейінгі петляға без накида тоқимыз. Мінекей. Соны ары қарай әр петляға сол бұрынғыша без накида тоқып келеміз. Соңын тоже осылай жасаймыз. Қазір тағы көрсетемін. Соңына дейін тоқып келейік өзіміз. Менде сосын айта кететін бір жай, қыздар, сіздер егер заказға тоқып атсаңыздар, например, аяқтарын каждый раз өлшеп отыруға возможность жоқ, сондай кезде мына жердегі петляларды, например, сіз басқа размерді тоқып келдіңіз, басында теретін петлясын тердіңіз, тоқып келесіз, и мына жерде ортасынан 10 петляны алып аласыз, қалғанын екі жаққа теңдей бөлесіз. И мына жақта 7 қатар тастауыңыз мүмкін, 7 или 8 или 9 петля тастауыңыз мүмкін. Осыны сіздер былай есептесеңіздер де болады. Например, менде былай осы ортасында 35 петля болды, соны енді былай қайтқан кезде 36 болады. Былай қайтқан кезде, яғни қалай түсіндірсем екен, мысалы үшін мынау қазір 35 болып тұр. Мен енді осыны былай тоқысам 36 болар еді, яғни менде мына 6 петля қалады, 6 қатар қалады. Былай қайтсам 5 петля қалады, ол менде 37 петля болады. Былай қайтсам 4 петля қалады, 38, былай қайтсам 3 петля қалады, 39 петля, былай қайтқанда 40, былай қайтқанда 41, и былай қайтқанда 42, 43. Яғни мен мына жердегі петля саны 43 болу керекті. Сол 43-ті бөлемін, например, ортасын 10-ды алып алам, қалған 33-ті екі жағына бөлем. 33 енді теңдей бөлінбейді. Жаңағы аяқтың ішкі жағындағы подъемы кішкене биіктеу болады ғой. Сол жағына 13-ін қалдырамда, мына жаққа. Жоқ, 43 дедім, 43-тен 10-ды алсаңыз 33. 33-тің 2-ке бөлгенде бізде 16, бір жағы 16, бір жағы 17. Осы биіктеу жағына 17 петля жіберем, мына жағына 16 петляны жіберем. Солай есептесеңіздер де болады, яғни қосасыздар ғой, тағы мына жақты тоқыған кезде, мына жерге келгенде қанша петля болар еді, соны санайсыздар. Содан кейін соны бөлесіздер. Мен мына жерде примерно алып бөле салдым өзіме, аяғыма керек нені. Енді мынаны соңына дейін тоқып келеміз.
Қыздар, мына соңына дейін тоқып келдім. Бортқа без накидамен бекітемін. Без накидамен бекітем. Немесе сразу соединительныймен бекітіп жіберсеңіз де болады. Келесісін соединительный жасаймын. Табанды айналдырам. Соединительный петля жасаған жерді де қалдырып кетемін. Міне, соединительный петля жасаған жерді қалдырам. Без накида жасаған жерді қалдырам. Бортқа бекіткен петляны. Одан кейінгі петляға кіргізіп, без накида тоқып кетем ары қарай. Осылай. Ой, менде узор жасау керек екен. Қазір араның ұясын жасаймыз. Қайтқан кезде. Осылай ары қарай тоқи береміз. Қазір бас жағына келгенде, то есть аяқ жағына келгенде тағы көрсетем. Тағы бір-екі қатар көрсетем. Уже жақын қалдық. Тоқып келеміз соңына дейін. Міне соңына келдім. Бортқа без накидамен бекітемін. И келесіне соединительный петля жасаймын. Табанды айналдырамын. Мына жерде де соединительный петля жасаған жерді қалдырып кетемін. Мінекей, оны жіппен жауып тастаймын. Одан кейінгі без накидамен бекіткен жерді де қалдырам. Одан кейінгі петляға без накида тоқимын. Дальше солай каждый петляға қарай қайтамыз. Қыздар, енді бұның аяқ киімнің размері біздің тоқыған, жалпы любой заттың размері тоқыған крючоктың жіңішкелігіне, жуандығына да байланысты. Жіңішке крючокпен тоқығаннан кейін даже 37-нің өзіне басы әрең кіреді бұл узорда. Сондықтан екінші номермен тоқысаңыздар да болады. Өйткені жібімізде жіңішке, например, иранский жіппен тоқысаңыз, 1/3 спокойно тоқи берсеңіз болады. Ода 2 қабатталған өйткені. Ана шелковыйда 2 қабатталмайды ғой, 1 қабатпен ғана тоқисыз. Бұны жаңағы екінші номермен тоқи берсеңіз де болады, бірақ ол уже сіздің крючоктың номері жуандаған сайын, үлкейген сайын, аяқ киіміңізде кішкене бостау болады, қатты қақайып тұрмайды, оны да ескеру керек. Сондықтан негізінде екінші номермен тоқыған абзалырақ. Осылай соңына дейін тоқып келеміз, қыздар. Қыздар, мені соңына келдім. Тағы да без накидамен бекітем. Сосын соединительный жасаймын. Енді соединительный жасаймын. Енді қайтадан артқа қайтамын. Мына жердегіні қалдырамын. Соединительный жасағанды қалдырам. Без накидамен бекіткенді қалдырам. Содан кейінгі петляға тоқимын. Қарай кәдімгі араның ұясы узорын жасаймын. Осылай енді 1-2 қатар ғана қалды. Менде қыздар, мен енді бәрін до конца сіздерге қысқартпай тоқу түсінікті деп ойлаймын. Егер сіздер соединительныймен бекіткен болсаңыздар, ода да 2 петля қалдырасыздар. Міне менде бірінші аяқ киімде үстіңгі жағы, мына емес, мына жағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қатар екен. Осы 9 қатарды тоқып болып, соңғы обработкасын ғана көрсетуге тағы да көрсетемін. Пока мен борттағы барлық петля біткенше тоқып келем.
қыздар, енді кейбір кезде сіздер енді басынан прям бәрі жаңағыдай теңбе-тең болсын десеңіздер, екі жақ борттағы петля санын бірдей қылып тоқып алсаңыздар болады, иә. Егер кейбір жағдайда бір жағында артық петля қалып жатады. Например, менде қазір мынау 1 2 3 петля, мына жақта да екеуінде де бірдей қалыпты. Но енді кейде болады, кейбір жағдайда екі жақта екі түрлі петля қалып қалады. Сол кезде 2 рет соединительный петля жасап жүрсеңіздер болады. Қыздар, міне мен соңына дейін тоқып келдім. Мына жерді енді түйемін. Енді тағы да бір айтатын жағдай, мына петля қоспай тоқуды бастаған кезде үстіндегі араның ұясы петлямызды, узорымызды қарап отырамыз, иә. Біз уже петля қоспағаннан кейін бұрынғыдай автоматом уже кезек орналасып кетпейді да. Менде осы жерде мынандай жағдай болып қалды. Міне қарасаңыздар, мына жақтың бәрі қиғаш болып келген, мына жерде түзу болып кетті, бәрі бір-бірінің үстіне болып кетті да. Осындай болмау үшін мына жақтан тоқып бастаған кезде регулировка жасайсыздар, иә. Мына жақта 2 петля басында 2 безнакида тоқып жіберіп, содан кейін узорды бастасаңыз болады. Сол келесіде уже бір рет қана безнакида қылып, солай кезектестірсеңіздер болады. Мына жақта енді бір 2 петля ондай қатты разница бермейді да, ал узорда ол уже көрініп қалды. Бірақ бұл енді мен өзім үшін, осы мастер-класс үшін тоқылып жатқан аяқ киім болғандықтан мен бұны осы күйінде қалдыра беремін. Қайта сөккім келіп тұрған жоқ. Енді соңғы қатарымыз қалды біздің. Маған шетін бәрін обработка жасап тастауымыз керек. Енді сіздерде басқаша рачишак деген узорлар болады. Осындай шеттерін көбінде аяқ киімдерін сондаймен тоқыған әдемі көрініп жатады. Солай тоқсаңыз да болады. Но мен біріншісін обычный қылып бітіріп қойған екен. Обработка жасап тоқып. Сол обычный қылып тоқимын. Мен кәдімгі аяқ киіміміздің өзіндегі петлядан басындағы борт тоқып қой. Сол петляған жіпті тарт шығарып алдым. Енді бір воздушный петля іліп аламын. Мына босап кеткен соң тартып ұстаймыз. Енді мына бірінші қатарынан аяқ киіміміздің, міне бірінші қатар өз тесіктері көрініп тұр. Кәдімгі безнакида тоқимыз. Мінекей. 2, біз 4 қатар борт тоққанбыз. 3, мына жерде 4-шісі. 4. Енді ары қарай кәдімгі үстіндегі узордың кончикпен астынан тартып алған жіпті бірге тоқып отырамыз. Каждый петляға безнакидамен тоқып шығамыз. Сонымен аяқ киіміміз дайын болады. Осылай соңына дейін тоқып келеміз, мына жаққа дейін тоқимыз, сосын тағы көрсетемін. Міне почти соңына келіп қалдым. Енді борттағы каждый петляға каждый қатарға бір петля тоқып отырамын, Мындай жанын тоқу мен үшін өте қиын. Біреу, екеу, ой, шығып кетті. Біреу, екеу, 3,
Соңғы төртіншісі. Енді осы табанымыздағы жіпке кіргізіп петляны тартып шығарамыз да бәрінен бір-ақ шығарып алып бір воздушный петля жасап жібереміз, соны қиямыз. Қыздар, енді жіптің ұшын өзіміз күйдіріп, жаңа петлялардың арасына кіргізіп, жасырып тастаймыз. Енді бізде аяқ киіміміз дайын. Енді бізде тек гүлін тоқу қалды. Гүлін бөлек сабақ қылып саламды. Соңында осы аяқ киімге кәдімгі көктеп тіге саласыздар, гүл тоқуды отдельно сабақ етіп жасаймын. Әйтпесе видео ұзақ болып кетеді. Баршаңызға сәттілік, тоқып киіңіздер.